Toqta. Ağa, atпашы, ağa. Toqta. Ağa, atпашы, ağa. Ойбай, ağa. Atпашы, ağa. Ağa, atпаңызшы. Осының жалғасын көргілеріңіз келсе, 31 қазан еліміздің барлық кинотеатрларында «Кеттік бәрін таста» фильмі. Аға, атпаңызшы, аға. Мен атам ба жоқ па? Аға, былай істесеңізші. 31 қазан еліміздің барлық кинотеатрларында атсаңызшы. Кеттік, бәрін таста. Кеттік. Қазақша анекдот шу. Тизер қалай екен? Тамаша. Тизерлердің тизері болды. Міндетті түрде көру керек, Алла қаласа. Қай күнде шығады дедің? 31 қазан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында. Құрметті көрермендер, 31 қазаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында «Кеттік бәрін таста» кинокомедиясы сіздерге жол тартады. Және де естеріңізге сала кетейін, біздің студиямыздың қонағы Қанай. Бұрын сіздер енді оны әнші ретінде жақсы көріп қалдыңыздар ғой. Кинода бұның дебюті бір ерекше образбен көзге түседі. Қанай көрсетшеңіз, құттайды. Образын көрсетшеңіз, ана маса шаққан жерін. Дебютінен әлі қалады. Аталмай бата. Болды. Осы бір керемет образбен бұл киноны, в общем, Қанай шашады. Жалпы кино әлеміне келіп жатырмын. Қорқыңдар, Қанай келіп жатыр. Трепещите! Нан жоқ. Біз қуанамыз, құтты болсын, брат. Шерхан, Мансур, Қоба, бәрі ғой. Кімдер бар? Нансыз қалайын деп тұр ғой, болды, құдай қаласа. Танысы қалайын деп тұр? Ұстап қойшы братамнан. Ойнайтам. Танысы қалды. Тамаша? Ойнайтам. Ай, жастар, ай, жырқ. Қазақша анекдот шу. Екі командаға бөлінеміз. Сіздер енді қарап отырсақ. Достар! Біздер енді актерлар ретінде теориямен де практикамен де жыртып жібереміз. Какой-то. Актерлар бөлініп отырсыздар өзі. Бұл жақ енді КВН-шіктер. Біздер енді актерлар жұмақтық. Бізде андай дәстүр бар, андай өзімізге қатты ұнамайды, бірақ команданың атын қояйық дейтін ше андай. Атын қояйық. Сіздер қалай? Актерлар, КВН-шіктер боламыз ба, или? Қандай ат қоямыз? Гамлет. Король Лир. Шах. Қандай ат қоямыз өзіңізге? Не ұнайды? Біздер енді қазақ жылқы мінезді болғаннан кейін, осы тек адуылындап, ана ішкі қаны қайнағаннан кейін команданың аты Мурка болсын. Мысықтың аты. Сәйгүлік, қалай? Жақсы. Болды, біз сәйгүлік. Сәйгүлік. Айгүлік болыңдар сен. Сендерге атты мен қойып берейін. Дүлдүл. Жоқ, біздің команда қыз бала ма, ол бала ма? Инелік. Инелік. Бітті, инелікпіз. Болды. Біз сәйгүлікпіз. Сәйгүлік немде шабам, түсімде көрсем. Қазақша анекдот шу. Біздің мысымыз басып атқан жоқ па сендерді? Жоқ ғой. Сен не ал дедің? Жоқ дедің ба? Жоқ дедім. Басып атыр десеңдер, айтыңдар. Біз қанат екеуміз ауысайық. Сонымен бастайық. Алғашқы анекдот. Ситуациялық анекдотпен бастаған жақсы. Өте тамаша. Бір күні түнде бір қыз жұмысынан қайтып кетқан ғой. Қараңғы көшелермен үй жағына кетсе, артынан бір адам аңдып кетір дейді. Ер адам. Енді қыз баласы болғаннан кейін қорқады ғой, сонымен сәл тез жүрсе, артындағы да тез жүреді дейді. Қыз жүгірсе, артынан жүгіреді дейді. Бір кезде қыз ентігіп тоқтап қалғанда, артындағы адам тоқтап қалған ғой. Сонымен бүйтіп қарап, сізге не керек? Неге артымнан келе жатсыз? Десе, жігіт бірдеңе деп жауап берген. Сол анекдоттың соңы. Дәбекісі. Бүгін келдім армиядан десе. Бүгін келдім армиядан. Ана қыз бүйтіп келатады да артынан біреудің кетқанын көреді. Тез жүре бастайды. Тез жүре бастаса, анау да тез жүріп кетеді. Сосын ана қыз жүгіріп кетеді, анау ана қасынан жүгіріп өтті. Дейді. Асықпай кетті. Анау жүгіреді, тоқтаса тоқтайды бүйтіп шыға қашып. Не мен артынан еріп келатсың десе. Енді жалғыз бауырың білсін ба артынан еріп жүрген десе. Артынан еріп жүрген жалғыз бауырың білсін. Не мен артынан, не артынан келеді сізді? Деп қашып кетті. Қалай?
Не, ұялшақ болдың, ауру болған. Сіз неғып менің артымнан қалмай келесіз дейді ғой. Сен неғып менің алдымнан қалмай кетсің десе. Сіз неғып менің артымнан еріп келесіз деп қарақ болады ғой ана балаға. Бала бүйтіп қарайды да, мен сен қай жерден көрдім дейді. Қыз айтады, Қуып қаққанда көрдіңіз десе. қыз айтады, білмеймін, түрім таныс па десе, мен алдымда жатқан қызға ұқсайсың десе. Ой, мен шықтым ау, батысқа батам ба деп қорқып еді. Түпнұсқасын оқиын. Сөйтіп қыз жұмыстан түнде қараң көшелермен қайтып кетқанда артынан бір жігіттің еріп кетқанын байқайды, жүгіреді, анау жігіт те жүгіреді. Ентігіп қалып, қыз шаршап, тоқтап, бизнес ходыңыз ғой, артына қарап, сіз неге менің артымнан еріп келатсыз десе, жігіт, кешіріңіз, әдемі қыз екен деп ойлап қалдым деп айтқан екен. Өзінің дабип қыз. Енді қатты күлкілі анекдот емес. Десек те, бұл жерде тапқырлық Әлбәтте бізден. қайсысы? Мен алдымда жатқан қызға, қыз қай жерден көрдің дегенде, мен алдымдан кеткен қызға ұқсайсың. Жақсы. Әлбәтте ол шақ. Сосын аяқта не бар енді? Ол деген астроумия бар бұл жерде. Артынан еріп. Бауыр. Бұл енді бауырым артынан ерген деген бір түрлі андай бытовой да андай. Адамның, любой адамның ол миына келетін әзіл. Соны айтпадыңдар мен. Бұл анекдотта енді екі жақта да жақсы нұсқа болды. Сол себепті де әділ шешімі 25-25 мыңнан екі командаға. Тамаша. Жақсы бастама деп ойлаймын енді. Қандай алып ал? 25 мыңдарды сен жина, 50 мыңдарды мен жина. қазақша анекдот шу. Бір күні бір шал кісі границаның қасында тұрады екен да, шекараның. Соны екі ортада қатынап мотоциклмен құм тасиды екен. Шекарашылардың бәрі тоқтаған кезде мотоциклінің құмның ішін тесіп қарайды, ештеңе жоқ. Өте беріңіз аға деп. 10 жылдай тек құм тасумен өткен ғой. Сөйтіп жақта істеген бір пограничник, шекарасы жұмыстан шығып кетеді, сөйтіп. Уақыт өткеннен кейін шалды көріп қалады ғой, мотоциклмен жүрген екен. Соны сұрайды, аға, мен сол 10 жылдай болды, осы шекарада екі ортада құм тасисыз. Сол құмның ішінде не бар? Сол құмның не қасиеті бар дейді, неге тасисыз дейді ғой. Сөйтсе, ағаның жауабы осы анекдоттың соңы. Просто маған границадан өткен ұнайды десе внимание жетіспей жүр маған десе. Аға, сіз неге құм тасисыз 10 жыл бойы? Мен бір мазалап жүрді сұрақ. Неге сіз 10 жыл бойы құм тасыдыңыз дейді да, мотоцикліңізді лөңкісіне салып. Бәй, су тасысам ағып кетеді ғой дейді. Енді су тасысам ағып кетеді ғой. Су тасысам енді ағып кетеді ғой. Аға, неге сонша 10 жыл бойы құм тасыдыңыз дейді ғой енді ана. Ой Алла, зымырап атқан уақытта, я? 10 жыл өтіп кетіп па дейсің? Биыл 10 жылдығыма шақырамыз. Құм тасығыштар, 11Б, 11А, құм тасығыштар. Неге 10 жыл бойы құм тасыдым деп? Мен келіншегім қайтыс болды ғой. Мен соны құммен көмдім ғой дейді. 10 жыл көмдім ба десе, ана қатын шығып кетеді дейді. Білем ғой қатын, 10 жыл тасымасаң шығып кетеді. Сөйтіп ағамыз жаңағы границаның қасында тұрады. Күнде жаңағындай мотоциклмен границадан кіріп шығып құм тасиды, пограничниктер тоқтатады, құмын тексереді, ішінде вроде ештеңе жоқ. Өте беріңіз аға деп солай 10 жыл тасыған ғой. Сөйтіп уақыт өтеді, бір пограничник жұмыстан шығады, ағаны көріп қалып, аға, сізді бір жерде көрген сияқтымын, баяғыда сіз құм таситын едіңіз ғой аға деп. Иә, солмын ғой деп. Аға айтыңызшы, сіз сол кезде құм тасисыз, құмның ішінде не бар дейді. Сөйтсе ана ағамыз қарап тұрып, әй, негізі ештеңе жоқ, мен негізі мотоцикл ұрлап сатқанмын деп. Өзінің дабипс күшті негізі. Жақсы, әдемі. Мен ойлаптым, Қанекеңнің ана варианты жақсы, әйелім шығып кетеді деген. И көрерменнің де нұсқасы жақсы, сол себепті 25-25 мыңнан
Қанеке сізге 25 мың. Ақшалар қысқарып бара жатқан жоқ қой 25. Енді сондай болып отыр Сосын ғой. қалған 25-ті ше. 25-ті бұл анекдоттың авторы Алматы қаласынан Батырхан деген бауырымызға 25 мың біз салып жібереміз. Құттықтаймыз. қазақша анекдот шу анекдот шу. Бір күні бір ағамыз саунаға достарымен демалуға барған. О, бля. Сөйтіп демалып жаңағы қыздар шақырайық деп. Соң қыздар келеді, бәрі топырлап тұрса, ішінен туған көршісі әйел соны көріп қалады ғой. Екеуі бір-біріне қарап ұялып қояды да, аға тұрып, «Ей, көрші, сен не yapıyorsun?» десе, ана көрші әйел бірдеңе деп жауап берген, сол анекдоттың соңы. Ей, сен не yapıyorsun? Мен не тұз сұрап келгем десе. Саунада. Ей, сен не yapıyorsun? Шайға шақырайын деп келдім деген сияқты ғой, Ей, сен не yapıyorsun десе. Көрші кеңес ағама уақыт болды соны хабар беруге кеп тұрмын десе. Ей, көрші? Мен көрші емеспін. Неге десе? Біз кеше түнде көшіп кеткенбіз десе. Просто сендер көрмей қалдыр, ұйықтап жатырды. Мен неге қазір 4-ші көшеде тұрамын ғой. Біз көрші емеспіз, так. Сосын мен саған түсірмеймін десе. Ей, көрші, не yapıyorsun десе, жуынып алайын деп. Жуынып алайын деп ғой десе. Суға түсіп деп. Жаңа осы қыздардан естідім, сен ол жақта отқаның. Білмеймін деп та. Түп нұсқасын айтайын. Сөйтіп бір жігіт саунаға достарымен демалуға келеді. Сөйтіп саунаға қалсын қыздар шақырайық дейді. Сөйтіп қыздар кірген кезде ішінде өзінің көршісін танып қояды ғой. Сөйтіп, «Ей, көрші, сен не алып жүрсің?» десе, анау сасқаннан мантоварка алып едіңіз ғой, соны алып кетейін деп едім. Мен айтқан вариант. Бірақ бұл жерде енді Қайрекеңнің жаңағы біз көшіп кеттік деген нұсқасы, Қанекеңнің суға түсіп алайын деген нұсқасы екеуі өте күлкілі. Сол себепті де осы анекдотта 50 мыңнан екеулеріңізге Тамаша. бергіміз келіп тұр. Сіздерге Тамаша. Сонымен бас аяғы 75 мың болды. Аллаға шүкір деп айтайық. қазақша анекдот шу анекдот шу. көшеде бір апамыз помидор сатады екен да. Соған күнде бір блогер келеді екен. Енді анау андай үлкен магазин емес, енді апалар болады ғой көшеде, тек помидор сатып отыратын. Соған келіп енді ана блогер контент жасайды, не алады, сонымен келіп, «Апа, осындай помидорларыңыз қаншадан?» деп. 300 теңгеден балам. Барлығы ма? Я, барлығы. Мінекейіңіз апа 300 теңге. Бірақ апа, помидорыңызды алмаймын деп кетіп қалады екен да. Сонымен ана апа, «Рахмет жаным, айналайын, сендей азаматтар көп болсын» деп. Сөйтіп екінші күн тура солай, «Апа, саламатсыз, помидор қаншадан?» 300 теңгеден даже. Мінекейіңіз помидорыңызды алмаймын апа деп. «Ой, рахмет, айналайын». Сөйтіп бір апта бойы сөйтіп келіп жүрген ғой. Бір күні келіп, «Апа, мінекейіңіз 300 теңге, помидорыңызды алмаймын» десе, ана апа ұрсып беріпті да. Сол анекдоттың соңы. Неде бір сұқанын тауып көріңіздер. Жоқ, бетте. Алсайшы, мына помидор шіріп кетті ғой өзі десе ғой. Логично. Шерхан үндемей. Шерхан? Барсыз ба осында? Бармын ғой осында. Помидордың орнын ауыстырайық па? Жоқ, нормально. Сізге не ұнамай жатыр? Жоқ, 300 теңгеден, может бағасын көтереміз ба? Жоқ, сен оңбаған 300 теңгеден алып кетіп помидордың бәрін, я помидор алмайсың, 300 теңген маған беріп атсың. Дұрыс, айтарым жоқ саған, балам. Десе. Балам, мен огурцы сатсам ба деп жүрмін, оны өткізе аламыз ба екен? Десе. Сен аласың ба десе? Сен аласың ба? Бірақ мен ол 300-ден бермеймін. Өткені үстіне қосып тұрған 50 теңге 450-ден алсам. Так, балам үйге жүрші, екеуміз ақылдасайық. Ей, апа айқайласа, помидордың бағасы көтерілді, короче, десе. Енді 1000 теңге тастайсың десе. Наглеть етіп кеткен балам. Еле бітсе ғой. Ей, бала, 100 мың болды помидор десе, бір жылдан кейін. Болды апа, маған помидор келмес, маған 100 мың дейді. Балам, сіз не алып маған? Осы бір лох пайда болды, осы маған жақсы болды, 2 жыл болды, асырап жатыр. Үй алдық, машина алдық деп ше. Балам, енді мен помидорды саған сатпаймын. Неге десе? Енді ойнатам десе. Кемпір блогер болып кетсе.
Ай, балам, сен полный қанша ақшаң бар осы кезде десе. Бүкіл счетыңдағы бүкіл ақшаны айтшы қанша бар сенде десе. Сол беш маған десе. Бүгін есептесіп қайта берейік. Сонымен қояйық. Ей, балам, сен бүкіл ақшаң қанша айтшы дейді ғой осы. Апа, менде бір бас аяғы жиған тергенім бар, былай жылжымайтын мүлік, ана бәрі жылжитын мүлік, бәрін қосқанда менде бір 60 миллион теңгедей бар дейді. 500 сом дейді ол маған. Ақ көңіл ана блогер, ма деп береді ғой, бәрін атын аударып береді. Рахмет айналайын, мына помидорды сатып күнін көр десе. Или бітсе ғой. Жақсы айналайын, мына помидорды сатып күнін көр дейді. Ана блогер помидор сатып отырады ғой, бір апа келеді. Балам, помидорың қанша дейді ғой. 300 теңге дейді ғой. 2 килограмм 5 дейді ғой. 5 теңгеге бір десе, таныспыз ғой. Түсір баса. Сонда да 100 теңге пайда көріп Или бітсе. Осылай балам, сіз не алып маған 300 күнде 300 теңге беріп кете бересіз деп айтқан ғой. Сол кезде ана бала айтады, сіз ақшаны мықты жинайды деп айтады дейді. 50 мың болғанда алам дей ма? Атам қайтып қоя берді. Енді түпнұсқасын оқиын. Сөйтіп апа көшеде помидор сатып отырады, күнде бір блогер келіп, апа помидорыңыз қанша? 300 теңгеден. Мінекейіңіз апа, помидорыңыз керек емес деп кетіп қалады екен да. Сөйтіп бір апта бойы сөйтіп тек ақшасын береді, помидорды алмай кетеді екен. Сөйтіп бір аптадан кейін бала келіп, апа, міне 300 теңге помидорды алмаймын деген кезде апа, ей, тоқта деп тоқтатып алады. Сол кезде ана бала, апа, маған рахмет айтып алғыс айтайын деп тұрсыз ба? Жоқ, апа, бәрі керек емес, анау мынау десе, апамыз қарап тұрып, помидор 400 теңгеден енді. Ертеңге бастап 400 теңге алып кел деп айтқан анекдоттың соңы. Енді Қанекең угадать етті оны бас жағында 50 мың теңге. Адыл ма? Әрине. Ұрыс шығармайсыз ба? Жоқ. Кедейлер. Қанат Әлжаппаров. Ақша көп болғасын ба? Бенсін беретін кедейлер. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Сонымен келесі анекдот, сәл жыр дастанға ұқсайтын анекдот. Бір күні байдың қызы мен кедейдің баласы екеуі бір-біріне өлердей ғашық болады ғой. Сөйтіп екеуі жүреді, өйтеді, бірақ қыздың әкесіне ұнамайды ол. Сөйтеді да жігітті өлтіріп тастайды ғой, кәдімгі пышақ тығып. Сөйтеді да денесін лақтырып тастайды. Жігіттің тек көйлегі ғана қалады қан құрылып. Сөйтеді да ана қыз жылап, жаңағыдай қимай уже білмейді ғой. Сол ана көйлекті жуып, енді единственный естелігі ғой, соны жуайын десе, қаны кетпейді екен да. Анаумен де жуады, мынаумен кетпейді. Соны енді ананы өзі құшақтап жатқысы келеді. Сонымен не істеймін дейді, ауылдың шетінде бір молда кісі болады ғой. Соған апарып айтады, осыны немен жусам да кетпейді, анау-мынау бірдеңе қылып. Жаңағыдай бірдеңе оқисыз ба, енді өзіңіз білесіз ғой, осыны қанын кетіріп беріңізші деп кетіп қалады. Сөйтіп бір апта өткеннен кейін келсе, ана аппақ қылып рубашканы дайындап қойған, өтектеп кәдімгідей. Береді, мә саған, Молдеке, мынаны қалай кетірдіңіз десе, молданың айтқан жауабы осы анекдоттың соңы. Шаруаң болмасын, қан шық десе. Химчисткаға апардым қалаға десе. Бірдеңе болып ертең кетпей қалып, өтірік молда ма деп айтып қалады. Химчисткаға апардық. 25 мың болды десе. Ата кетіріп берші, кетіріп, болды бір аптадан кейін келсе, әппақ көйлек беріп тұрады ғой, маған алайын деп. Ата, анан мен деген қанша ай бойына қанды кетіре алмадым, сіз қалай кетірдіңіз дейді, ақпен боядым десе. Ақпен боядым десе. Жусаң, ақ кетіп қатты қан қайттан шығады дейді. Қайтсе, Шерхан? Сөйтсе жаңа кісі айтқан ғой. Енді ата қалай енді кетірдіңіз мынаны десе, мистер Пропермен деп айтады. Или бітсе, или... Мистер Пропер, тәрәләләләләлә. Ата, сіз қалай кетірдіңіз деп. Ата ренжіп отыр. Қазір қан шықтық, киімді жуылмайды десе. Андай қаранша, молдаға әкеп тастайды да көйлекті, сосын қыз жоқ болып кетеді де көрші. Молданан бәрін жуып тазалап қойған, бір ай күткен, 2 ай күткен қыз жоқ, соны барып қызға барып, ей, мына көйлек алып кетпейсіз бе, жуып тазалап қойып едім десе, қыз бірдеңе деп айтқан деген Давид бұл бірсі. Ойбай аға, мен тұрмысқа шығып кеттім ғой десе. Ойбай аға, тірі адам тіршілік жасамаймын. Қашан оның аттан жылап отыр. Ойбай, мына көйлек сізде ма десе. Мен вообще есімнен шығып кетті қыз. Аға, өзіңіз киіп алсаңызшы десе.
Сіз киіп едіңіз, ана жігіттің қатайған түріне ұқсап қалдыңыз. Кетіңізге әкем өлтірді десе. Түпнұсқасын оқиыншы. Түпнұсқасын оқыңыз. Сөйтіп жаңа қыз қан көйлекті Молдекеңе әкеп береді. Молдекеңнен бірдеңе оқисыз ба, кетіріп беріңізші, мен вообще кете алмадым деп. Бір аптадан кейін келді, бір аптадан кейін келсе көйлек аппақ әкеп берген. Молдеке, мен саған мынаны қалай кетірдіңіз десе, тайт деп жауап берді. Мына мистер Пропер болды негізі. Қанекеңнің... Бірақ Қанекең добившись күшті болды. Химчистка апарып қалада жолдаттым. Негізі сол ғой, ана порошок, химчистка, бәрі бір направлениеде әзілдер. Сол себепте 50 000 теңге Қанат Әлжаппаровқа. Бері. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Келесі анекдот. Бір күні бір жігіт саунаға өзінің жүріп жүрген қызымен келатқан ғой. Сөз саунаның охраннигі шығып, ей, деп бірдеңе айтқан сол анекдоттың соңы. Қызына ма? Қыз бен жігіт кіріп кетті ма саунаға? Сол кезде охранник. Саунаның охраннигі шығады, бірдеңе деген сол анекдоттың соңы. Мен саунаның охраннигімін деген өзіне өзі. Қыз бен жігіт кіріп бара жатады ғой. Бауырым дейді, мен саунаның охраннигімін дейді. Болмайтын нәрсемен мақтанады да анау. Өміріндегі бар жетістігі сол ма деп па? Саунаға қыз бен жігіт кіріп келе жатады. Саунаның охраннигі шығады. Саунаның охраннигі шығады да, жігітті ұрып қалады да, жігіт кетеді. Ей, құдай көршілер қақтан кетсін десе. Бүйтеді ғой. Бауыр, мен әйеліме қайқа барасың дейді. Түсініп тұрған жоғым сен. Бауырым, дейші дейді. Артында секурити дейтін не мағынан білдіреді десе. Толық нұсқасы. Бір күні бір жігіт өзінің қызымен саунаға келе жатса, алдынан саунаның охраннигі шығып, со своим нельзя деп айтады дейді. Бұл жерде енді анекдоттың авторының егесі қызы. Авторына береміз. Бұл Тараз қаласынан Марғұлан деген жігіт 50 000 теңгеңіз құтты болсын. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Сонымен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық. Бүгін бізде жеңімпаз Қанат Әлжаппаров пен Нұрболат Қанай. Құрметті көрермендер, 31 қазаннан бастап естеріңізге сала кетейік, кеттік бәрін таста кинофильмі көрермендерге жол тартады. Анекдот шоу бағдарламасының каналына жазылыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Міндетті түрде подписаться соны басыңыздар. Өйткені 200 000 адам қараса, 4 000, 5 000 ғана адам. Адам қарап шығып кетпеңіздер. Просто басып қойыңдар. Қазақша анекдот шу, анекдот шу.